Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз 21 ғасыр педагогының келбеті балаға үлгі тақырыбында ой қозғағалы отырмыз. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың қонағы 21 ғасырдың жаңашыл ұстазы Кененбаева Айнұр Жұманқызы. Біздің алғашқы сұрағымыз 21 ғасыр педагогы қандай болуы керек? Менің ойымша 20 ғасырдағы педагог ол тек білім беруші ғана емес, негізі бағыт көрсетуші болу керек. Ол бір жағынан қазіргі заманға сай цифрлық дамуы, эмоционалды дамуы және оқушыға бағыт беруші, бағдар беруші және қазіргі таңдағы ең бірден бір оқушыны дамыту үшін мотивация беруші педагог, ол 21 ғасырдың педагогы деп айтар едім. Және ол жаңа технологияларды үздіксіз дамыту керек өзінің бойында. Осындай мұғалімді 21 ғасыр педагогтың келбеті деп айтсам болар еді. Тамаша жауап болды. Келесі сұрағымыз, бүгінгі педагогке қойылатын талаптар қандай деп ойлайсыз? Әрине, педагогқа қойылатын талаптар бір-екі ғана талаппенен тоқталмайды. Оған өзінше қазіргі таңда 21 ғасырға көптеген талаптар қойылады. Соның бірнешеуіне тоқталып өтсем, әрине біріншіден педагогтың құзыреттілігі өте жоғары болу керек. Әсіресе пәндік бейімінен терең білімді болу керек деп айтар едім. Екіншіден, цифрлық сауаттылығын дамытқан, соның ішінде әртүрлі платформадағы әдіс тәсілді меңгерген, оқушының қызығуында, сабақ барысында, мысалға атап айтсақ, STEM жобасы бойынша, жаңағы қазіргі таңдағы цифрлық көптеген жасанды интеллектілер бар ғой, соның барлығын қолдана білген педагог, ол қазіргі таңдағы педагогтың негізгі талаптарының бірі деп айтар едім. Және мысалға коммуникативтік ата-анамен және оқушымен қарым-қатынасты, диалогты құра білетін педагог, ол педагогқа қойылған талаптардың тағы біреуі қазіргі таңдағы деп айтсам, ол артық айтпағаным болар еді. Бүгінгі педагогке қойылатын талаптарды жақсы таныстырып өттіңіз. Келесі сұрағым, ұлттық құндылық педагог бейнесінде қалай көрініс табады? Ұлттық құндылық педагог бейнесінің негізі деп айтсақ, ол артық емес деп ойлаймын. Нағыз ұстаз өз ісінің, халқының салт дәстүрін, мәдениетін, тілін сақтап қана қоймай, оны әрдайым заманауи форматта оқушының бойына сіңіре білу керек. Қазіргі таңда біздегі Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасына аясында өте жақсы құндылықтарды берді. Яғни сол 6 құндылық арқылы біз оқушының бойына барлық қазақи болмысымызды, дәстүрімізді, дінімізді, барлығын оқушы бойына сіңіре аламыз деп айтар едім. Педагогтың ұлттық келбеті деп дәл осы құндылықтардың арқылы айқын көрінеді деп айтсам болады. Қазіргі таңда Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Келесі сұрағымды қоятын болсам, педагог келбеті балаға қандай үлгі болуы керек деп ойлайсыз? Педагог баланың айнасы. Ол сөзінен бұрын ісімен, әрекетімен, әдебімен, мәдениетімен, ұстамдылығымен үлгі бола білуі керек. Бала мұғаліммен жауапкершілікті уақытты тиімді пайдаланады. Сыпайылық, білімге құштарлық әрдайым ол педагогтан алады деп айтар едім. Кешегі күні пікірталас өткізген едім, сол уақытта бір оқушының маған берген жауабы өте бір ой саларлықтай болды. Педагогтан мен қандай ақпарат аламын дегенде, педагогтың сыпайылығын үйренемін деді. Ол мен үшін бір ой түйіндеткіз деген бірден бір жауап болды. Себебі педагог әрдайым сыпайы, мәдениетті, бала алдында өзінің ұстамдылығы жоғары болса ғана, ол педагогтың мәртебесі десек артық емес. Сонда педагогтен сыпайылық қасиетін өзіне үлгі тұтып тұр, әрине, сонда менің ойымша ол оқушы педагогтан сыпайылықты, әдептілікті, мұғалімнің жүріс-тұрысынан, педагогтың іс-әрекетінен қазіргі таңдағы функционалдық сауаттылықты да өз бойында қалыптастырып отыр десек болар еді. Сіздің ұстаз ретіндегі өз бейнеңіз қандай? Мен үшін педагог ол жай жұмыс емес. Ол педагог болу үшін адам өзінің жүрегімен қалауы болу керек. Сонда ғана ол педагог ретінде қызметте жұмыс істей алады десем болады. Мен оқушыны тыңдайтын, түсінетін, әрбір оқушыны жетелей алатын мұғалім ретінде әрдайым өзімді дамытып отыратын педагогпын. Сабаққа жаңа әдіс тәсілдерді қолдануға, жасанды интеллект қолдануға, цифрлық даму кезеңінде барынша өзімді ізденіп отыратын педагогпын. Әрбір оқушының жүрегіндегі түкпірін білу үшін әрбір сабағымда оқушының бойындағы болмысын тану үшін
барынша дайындалып сабаққа келемін және сол бойынша оқушымен жұмыс жасаймын. Нағыз ұстаз тұлға қалыптастыратын тылсым күш демекші, бүгінгі сұхбатымызға келіп ой бөліскеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз.